Бір мантоваркада екі түрлі манты, біреуі қуырылған, біреуі буға піскен қожа мантысын дайындаймыз, әрі аппетитті ашатын ащы соусымен бірге. Ал ендеше бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен жылы суға тұзды сұйық майды қосып жақсылап араластырып, ұн салып, ашытқымызды салып, жұмсақ қамыр илеп, қамырды көтерілгенше жылы жерге 1 сағатқа алып қоямыз. Фаршқа ұсақтап туралған пиязды және дәмдеуіштерді тұзды қосып, сұйық май қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Салмасы дайын. Көтеріліп дайын тұрған қамырымызды ыдысынан босатып, қамырды майда бөлшектерге бөліп, дөңгелек пішінге келтіріп, міндетті түрде бетін жауып қойыңыздар, қаязып қалмасын. Қамырымызды жайып алып, ортасына салмасын салып, дәл видеодағыдай әдемілеп түйіп шығамыз. Түйу барысында жақсылап қысып түйіңіздер, қуырған кезде суы ағып кетпесін. Дайын болған мантыларымызды қызып тұрған майда қатты отта осылай екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Мантының жартысын қуырып алдым, жартысын жай ғана буға пісіретін боламын. 40 минутқа қайнап тұрған суға қойып пісіреміз. Соус үшін бойындардан өткізілген пиязды жақсылап қуырып, 1 қасық томат салып оны қуырып, бойындардан өткізілген қызанақ, дәмдеуіштер, сарымсақ салып, бір қайнағаннан соң баяу отта 15 минут бұқтырып аламыз. Сонымен соус дайын болады. 40 минуттан соң пісіп шыққан мантыларымызды дастарханға әдемілеп соуспен ұсынатын боламыз. Ас болсын. Рецепт ұнаған болса парақшама тіркеліп алыңыздар. Парақшам өте пайдалы.